Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың ұлттық ойыны асық ату ойыны. Асық ойыны қазақтың көне келе жатқан спорт түрі болып табылады. Асық ойынының негізгі мақсаты оқушыларды дәлдікке, мергендікке, шапшаңдыққа баулиды. Асық балалар арасында танымал ұлттық ойын. Және де бұл ойындағы басты бұйым асық. Асық 4 түлік малдың тілерсегінде болатын шымыр сүйек. Ойында сақа ең басты соғушы асық. Ал енді ойын шарттарымен танысайық. Диаметрі 1 немесе 2 метр шеңбер сызылады. Соққы жасалатын сызықтың шеңберден ара қашықтығы 4 метр болады. Кезек сақаларды араластыру арқылы анықталады. Ал енді оқушылар асықтардың тұрысымен танысайық. Тәйке, алшы, шік және бүк. Ойынның басты мақсаты шеңберден барлық асықты атып шығару. Асық балалар үшін таптырмас ойын болып есептеледі. Және оны ешқандай да компьютерлік ойын алмастыра алмайды. Оқушылар асық ату ойынының жалпы ережесімен танысып болсақ, осымен дене шынықтыру сабағын аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.